Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сіздермен бірге 7-ші сыныпқа арналған онлайн сабағымызды бастаймыз. Жаңашылдық білім беру үдерісінде кеңінен қолданып келеді. Бүгінгі сабақта білім алу ортамыз бірлескен қашықтықта жұмыс жасауда электронды білім беру ресурстарын пайдаланамыз. Бөлім «Жеңіс күні. Ұлы ерлікке тағзым». Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы «Отан үшін от кешкендер» және оқшау сөздер. Осы сабақта жүзеге асатын оқу мақсаттары: тыңдалым және жазылым. Әлеуметтік қоғамдық оқу еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монологтердегі автор көзқарасымен көтерілген мәселені талдау. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралды орынды қолдана отырып, шағын әңгіме құрастырып жазу. Оқшау сөздерді қызметін түсіну, ажырата білу. Ұлы отан соғысы. Кеңес одағының тарихының қасіретке толы жылдарының бірі. Бұл соғыстың зардабын тартпаған қазақ жоқ шығар. Сұрапыл соғыс 1941-1945 жылдар аралығында елімізді есеңгіретіп, қазақ халқының тарихын күрт өзгерткен еді. Осы бір қанды шайқаста қаһарман батырларымыздың ерлігі мен жеңіске қол жеткіздік. Жеңіс бізге оңайлықпен келген жоқ. Ұлы отан соғысындағы жеңіс еліміздің болашағы мен тәуелсіздігі жолындағы тарихи жеңіс. Енді алдарыңызда сілтемені басу арқылы осы бейнетаспадан көре отырып тақырыптарды тереңірек түсіне бастайсыздар. Бейнетаспаны мұқият тыңдаңыздар. Тыңдап отырғанда басты идеялар бойынша қажетті жерлерді дәптерлеріңізге түртіп алыңыздар. Ой түрткі. Соғыс дегенде ең алдымен оқушылар көз алдарыңызда не елестейді? Батыр ата-апаларымыз ел үшін, жер үшін, ұлы жеңіс үшін қалай соғысты? Оқушылар, қалай ойлайсыңдар? Сол кездегі балаларда балалық шақ болды ма? Біздің келесі грамматикалық тақырыбымыз оқшау сөздер. Оқшау сөз сөйлемнің құрамында тұрса да, басқа мүшелермен грамматикалық байланысқа түспейтін, сол себепті сөйлем мүшесі бола алмайтын, тек айтылған ойға қатысы бар сөз. Оқшау сөздер үшке бөлінеді. Үш түрі бар: қаратпа сөз, қыстырма сөз және одағай сөз. Қаратпа сөз тыңдаушының назарын өзіне аудару үшін қолданамыз. Мысалы, жолдастар, майданда біздің әскерлер жан аямай соғысуда. Бұл жердегі қаратпа сөз. Жолдастар адамның назарын өзіне аударып тұр. Қыстырма сөз сөйлеушінің түрлі көзқарасын білдіреді. Мысалы, демек, біз жеңеміз. Ал одағай сөз сөйлеушінің түрлі көңіл күйін білдіретін сөз. Алақай, біз жауды жеңдік. Бұл жердегі адамның көңіл күйін білдіретін сөз алақай. Енді оқшау сөздердің түрлеріне келесі сабақтарда жекелей тағы да тоқталып өтеміз. Ал енді оқушылар, оқулығымызды ашайық. 137-ші бет, екінші тапсырманы назар аударамыз. Баубек Бұлқышевтың шығармасынан үзінді оқи отырып, дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтаңыздар. Бағалау критерийі. Мәтіннің тақырыбын, негізгі ойды анықтай аласыңдар. Оқшау сөздер тауып, түрлерін ажырата аласыңдар. Дескрипторға сүйеніп тапсырманы орындаймыз. Ал енді оқушылар, 3-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Оқшау сөз түрлеріне қатыстырып, тақырыпқа сай мысалдарды кестеге жазамыз. Кестені толықтырамыз. Бағалау критерийі: оқшау сөздерді қатыстырып, тақырыпқа сай мысалдар жазып, кестені толығымен толтырып шығасыздар. Ал балалар, енді 5 минуттық кестеге назар аударайық. Меніңше жеңіс тақырыбында оқшау сөздерді қатыстырып, шағын эссе жазу. Дескрипторы. Шағын эссенің тақырыбы мен мазмұнына сай жаза аласыздар. Тақырыпқа сай тұжырым жасайсыздар. Оқшау сөздерді орынды қолданасыздар. Балалар, осы тапсырмаларды орындап болғаннан кейін WhatsApp желісі арқылы маған екі жақты күнделік әдісі бойынша кері байланыс берулеріңізді сұраймын. Яғни сабаққа дейін не білдім,
сабақтан кейін не білдім? Осыны жазып жіберсеңіздер. Үйге тапсырма. Балалар, үйге тапсырманы белгілеп алайық. Сен маған, мен саған әдісін қолданамыз. Газет журналдар мен ғаламторды пайдаланып, еліміз үшін жан аямаған ардақты азаматтар туралы мәліметтер жинақтаңдар. Оқшау сөздерді кірістіре отырып, отан десе ойыма тақырыбына ой толғау жазыңдар. Назарларыңызға рахмет. Келесі онлайн сабақта жолыққанша.